Мемлекет басшысы азаматтардың шығыстарын ескере отырып, атаулы әлеуметтік көмек көрсету тәсілдерін қайта қарау міндетін қойды. Осыған байланысты отбасының цифрлы картасы мен мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың жүйелерімен интеграцияларды пайдалана отырып, әлеуметтік көмек көрсетуді трансформациялау күтілуде. Қазіргі уақытта еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға үміткер қазақстандықтардың негізгі шығыстарын есепке алу және верификациялау тетігін пысықтауда. Жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті сатып алуға, оқу ақысы мен қосымша білім алуға, демалыс пен ойын сауыққа, сауықтыруға, жиһаз тұрмыстық техника заттарын сатып алуға, кредиттерді өтеуге және тағы басқа шығыстардың түрлерін қарастыру жоспарлануда. Ұсынылып отырған алгоритм атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға өтініш берген азаматтарға олардың кірістері мен шығыстарын тексеруге келісім алу үшін SMS хабарлама жіберуді көздейді. Бұл банктік құпияны ашу және үшінші тұлғаларға ақпаратқа қол жеткізуге қатысты емес. Тексерулер ақпараттық жүйелерді интеграциялау есебінен автоматты түрде жүргізілетін болады. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындау тетігін алдағы болатын өзгерістер шын мәнінде мұқтаж азаматтарды анықтауға және оларға мемлекеттік тарапынан мақсатты қолдауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.